Түркістан облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының полицейлері арнайы жедел іздестіру шаралары аясында күдікті ретінде Сарыағаш ауданының тұрғынын ұстады. Оның үйіне тінту жүргізу кезінде жаз асханасынан 3 дана полиэтилен пакетке салынған есірткіге ұқсас зат табылып, тәркіленіп алынды. Күдікке ілінген ер адамнан жауап алу барысында ол есірткіні Келес ауданындағы танысынан алған жеткізді. Аталмыш ақпарат негізінде жедел уәкілдер Келестік тұрғын үйіне кезек күттірмейтін тінту жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде ер адам жаз асханасы мен қоймасынан есірткіге ұқсас заты бар 5 полиэтилен пакеттен бір қапты тауып, аяқты зат ретінде тәркілеп алды. Сараптама нәтижесінде ол 10 келіге жуық марихуана болып шықты. Аталған жайт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы бойынша тіркеліп, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.